Қаржылық мониторинг агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті NVIDIA AI қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп тексеру жүргізуде. Тергеу амалдарына сай, жоба ұйымдастырушылары WhatsApp мессенджері арқылы қаржы пирамидасының атауымен топтар құрып, азаматтарды тұрақты жоғары табысқа уәде беру арқылы тартқан. Жобаның маркетингтік моделі көп деңгейлі жүйеге құрылған. Негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған. Жоба өзін нақты активтерге инвестиция салатын халықаралық экожүйе ретінде таныстырған. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 370-тен астам салымшы тартылған. Қатысушылар географиясы еліміздің 6 өңірін қамтиды: Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары және Алматы қаласы. Тергеп тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Айта кетейік, агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін Байқа пирамида телеграм-боты іске қосылды. Егер сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болсаңыз, тұрғылықты жеріңіз бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз. Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.